Сәлем. Мен бүгін мини-блог түсірем. Сеулға бара жатырмыз. Қызықты видеолар болса түсіріп сіздермен бөлісемін. Біз сауда орталықтарына келдік. Күйеуім маған 8 наурызға подарка алып берем дейді. Өзіме заттар қарап жүрмін. Прадаға кіріп кетейік па? Ne? Biz restoranға келдік, тамақ жеуге. Паста заказ бердік. Мен крем паста бердім. Еламанда қандай паста атын? Күшті паста. Мына жақта ет бар деп ойлап қалдым ғой. Тамақ ішіп болдық. Енді сыртқа шығып кішкене жүрейік деп жатырмыз, демалып. Сіздерге көрсетейін Лотте Скайдың әдемі жерлерін. Мына сіздердің алдарыңызда Кореядағы ең үлкен ғимарат. 125 этажды. Лотте Скай деген осы. Осы лоттоның ішінде намазхана бар деп естідім. Намазхана 6-шы этажда, біз 6-шы этажға көтерілдік. Мана намазхананы қараңыздаршы. Аллаху Карим деп жазып қойыпты. Намаз оқитын бөлем, мына ерлерге арналған. Қарша жандалай. Ана елдерге арналған. Мына жақ ер адамдар намаз оқитын жақ. Мына бөлмеге кірсеңіздер тоже бар орын. Мына жерде Құран тұр. Ана дәрет алатын жер. Хорошо. Бірақ туалет жоқ екен ішінде. Мына сыртқа барып. Мына жақ әйел адамдардың дәрет алатын жер. Бәрі бар. Намаз оқитын жер. Ана жерде құбыла. Намаз оқып болдық. Бүгін күйеуіміз екеумізде свидания болды. Сеулда өстіп қыдырып жүрміз. Көңіл күйіміз өте керемет. Ауа райы тамаша. 18 градус ыстық болып тұр. 18 градус жылы болып тұр. Екеуміз кетіп бара жатырмыз. Күн ыстық, күн түсіп тұр, бірақ өте салқын ауа соғып тұр. Прям кайф. Сіздер де осының бәрін көріп, сезінсеңіздер, күшті қандай. Хотя бы видеодан көріңіздер. Сол үшін түсіріп жүрмін барлығын. Кәрістер өте активны халық. Бәрі жүгіріп жүр. Таза ауа жұтып жүр.
Мына жақта арнайы өзінің отыратын жерлері бар. Бүгін ауа райы өте керемет болып тұр. Плюс 17 градус. Көктем по расписанию келеді Кореяға. Осы апрельде мына жерде уже сакура гүлдейді. Мына ағаштардың бәрі сакура. Өте әдемі болады.